Сіз білесіз бе, гельминттер мен паразиттер сіздің ағзаңызда бірнеше жыл бойы ешқандай айқын белгілерсіз өмір сүре алады. Бірақ олардан бар болғаны 15 минут ішінде құтылудың бір әдісі бар. Бұл бейнежазбада біз сіздің ағзаңызды паразиттерден тазартуға көмектесетін қарапайым және тиімді әдіс туралы айтып береміз. Қапы жібермеңіз. Неліктен паразиттерден құтылу маңызды? Паразиттер көптеген аурулардың себебі болуы мүмкін. Жеңіл аллергиядан бастап ауыр инфекцияларға дейін. Олар сіздің иммунитетіңізді әлсіретіп, созылмалы ауруларға әкелуі мүмкін. Белгілері жиі байқалмайды, бірақ паразиттер тұрақты шаршау, бас ауруы, тері проблемалары және ас қорыту жүйесінің бұзылуын тудыруы мүмкін. Егер уақытында олардан құтылмаса, олар сіздің денсаулығыңызды бұза береді. Сондықтан бұл мәселені дер кезінде анықтап, ағзаны тазарту шараларын қабылдау өте маңызды. Ағзадағы паразиттердің бар екенін білдіретін белгілер. Паразиттердің алғашқы белгілері өте жалпы болуы мүмкін, бірақ өз денеңізге мұқият қарау керек. Тұрақты шаршау мен әлсіздік. Бұл ең алғашқы белгілердің бірі. Егер сіз жақсы ұйықтасаңыз да өзіңізді шаршаңқы сезінсеңіз, бұл ағзада паразиттердің бар екенін білдіруі мүмкін. Ас қорыту жүйесінің бұзылуы. Егер сіз іш қату, диарея немесе іштің кебуі сияқты мәселелерге тап болсаңыз, бұл да паразиттердің белгісі болуы мүмкін. Тердегі бөртпелер мен артқы өтіс аймағының қышуы. Бұл белгілер көбінесе гельминттердің болуымен байланысты, әсіресе балаларда. Салмақтың кенет өзгеруі. Паразиттер зат алмасуға әсер етіп, салмақтың күрт артуына немесе азаюына әкелуі мүмкін. Созылмалы бас ауруы немесе буындардағы ауырсыну. Бұл белгілер жиі паразиттермен байланыстырылмайды, бірақ олардың болуына себеп болуы мүмкін. Егер сіз осы белгілердің кем дегенде біреуін байқасаңыз, бұл әрекет етуге белгі. Паразиттерден 15 минут ішінде қалай құтылуға болады? Негізгі бөлікке көшпес бұрын айта кеткім келеді. Көрермендердің шамамен 70% біздің арнаға жазылмай көреді. Біз сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы әрі сапалы контент жасауға тырысамыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, бізді қолдаңыз. Сізге рахмет, бізбен бірге денсаулығыңызға қамқор болыңыз. Егер сізге паразиттерден тез әрі тиімді құтылу керек болса, ағзаны небары 15 минут ішінде тазарта алатын бірнеше қарапайым, бірақ қуатты халықтық әдістер бар. Ең танымал әрі тексерілген әдістердің бірі сарымсақ пен сүтті қолдану. Сарымсақ пен сүт әдісі. Сарымсақ табиғи антипаразитарлық қасиеттермен танымал күшті құрал. Ол антибактериалды және антивирустық қасиеттерге ие. Бұл оны түрлі паразиттермен, соның ішінде гельминттермен күресте тиімді етеді. Бірақ оны дұрыс қолдану маңызды. Рецепт. 3-4 түйір сарымсақ алыңыз. Тазалап, езіп немесе ұсақтап паста жасаңыз. 100-150 мл сүтпен араластырыңыз. Қоспаны аш қарынға ұйықтар алдында ішіңіз. Бұл қарапайым әдіс бірден әсер етеді. 15 минут ішінде сарымсақ паразиттермен реакцияға түсіп, олар ағзадан шыға бастайды. Бұл әдіс ағзаға күшті жанама әсер етпейді, және кейбір дәрі-дәрмектер сияқты ішек микрофлорасын бұзбайды. Паразиттерден тазартудың басқа да халықтық әдістері. Асылмаған асқабақ тұқымдары. Асқабақ тұқымдары паразиттерге қарсы ең тиімді құралдардың бірі. Олар тек ересек паразиттерге ғана емес, олардың жұмыртқаларына да әсер етеді. Рецепт. 30-40 грамм шикі тұқымды ұнтақтап паста жасаңыз. Қоспаға біраз бал мен шамамен 100 мл су қосыңыз. Аш қарынға таңертең ішіңіз. Ең жақсы нәтиже үшін 3-5 күннен кейін қайталауға болады. Гвоздика, қалампыр. Гвоздика бактерияға қарсы және қабынуға қарсы қасиеттермен танымал. Ол паразиттердің жұмыртқаларын жояды және қайта жұқтырудың алдын алады. Рецепт. Бір шай қасық ұнтақталған гвоздиканы 150 мл жылы суға араластырыңыз. Бұл қоспаны күніне 2-3 рет, 3-5 күн бойы ішіңіз. Зығыр дәндері. Зығыр дәндері ішекті тазартады, токсиндерді шығарады, ас қорытуды жақсартады. Рецепт. 2 ас қасық зығыр дәнін ұнтақтап, сумен немесе айранмен араластырыңыз. Аш қарынға ішіңіз. Жарты сағаттан кейін таңғы ас ішсеңіз болады. Грек жаңғақтары. Грек жаңғағы пайдалы май қышқылдары мен паразиттерге қарсы компоненттерге бай. Рецепт. 6-7 грек жаңғағын ұсақтап, 100 мл жылы сумен құйыңыз. Түнде қалдырыңыз. Таңертең тұнбаны ішіңіз. Шырғанақ, чистотель.
Шырғанақ паразиттік инфекцияларға қарсы қолданылатын күшті өсімдік. Рецепт: бір шай қасық құрғақ шөпті бір стакан қайнаған суға салып 10-15 минут тұндырыңыз. Сүзіп күніне 2 рет тамақтанар алдында бір ас қасық ішіңіз. Шырғанақ өте күшті, сондықтан мөлшермен қолдану керек. Тазартудан кейінгі маңызды кеңестер. Паразиттерден құтылған соң ішек пен бүкіл ағзаны денсаулығын сақтау маңызды. Міне бірнеше кеңес. Теңгерімді тамақтану. Жеңіл пайдалы тағамдар. Көкөністер, жемістер, ақуыздар, ботқалар. Ауыр тамақтан аулақ болу. Майлы, ащы, қуырылған тағамдарды бірден жемеу керек. Пребиотиктер, йогурт, айран, ашытылған қырыққабатты қосыңыз. Талшықтар, клетчатка, ішек жұмысын қалыпқа келтіреді. Оларды көкөністер, жемістер, дәнді дақылдар, тұқымдардан алуға болады. Иммунитетті нығайтатын өнімдер. Сарымсақ, антисептик, иммундық қорғанысты күшейтеді. Зімбір, ас қорыту жақсартады, зат алмасуды жылдамдатады. Қызылша, денені тазартады, бауыр мен ішек жасушаларын қалпына келтіреді. Су ішу, токсиндерді шығару үшін жеткілікті мөлшерде су ішіңіз. Электролит балансы, ас қорыту бұзылса, бұл өте маңызды. Шөп шайлары, ромашка, жалбыз, зімбір қосылған шайлар ішекті тыныштандырады. Бұл қарапайым әдіс паразиттерден тез әрі қауіпсіз құтылуға көмектеседі. Ал ұсыныстарымыздың көмегімен сіз ағзаңыздың денсаулығын сақтап, қайта жұқтырудан қорғана аласыз. Профилактика мен тұрақты тазалауды ұмытпаңыз. Бұл видеоны жақындарыңызбен бөлісіңіз. Егер кеңестеріміз ұнаса, лайк басыңыз және жаңа пайдалы бейнелерді өткізіп алмау үшін арнаға жазылыңыз.